Орамжапырақ қандай ауруларға ем? Біз орамжапырақты үйде асқа және салатқа пайдаланамыз. Бірақ қандай ауруларға ем болатынын біле бермейміз. Қазақ емшілері қолданатын дәрілердің басым көпшілігі өсімдіктерден жасалады. Бүгінгі тақырып қазақ емшілігінде орамжапырақтың неге ем болатынын білетін боласыз. Егер сізге қызықты болса, онда видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырсаңыз, осы каналдың әрі қарай дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Орамжапырақ өсірілетін жерлері барлық жерлерде өсіріледі. Жапырағы және тұқымы дәріге пайдаланылады. Емдік қасиетті, тәтті дәмді, жағымды райлы, уыз, сүйек кемігінің қызметін күшейтеді, ішкі мүшелерді қуаттандырады, көзді нұрландырып, есту қабілетін арттырады, ұйқыны көбейтеді, жүрек қызметін жақсартады. Басты ем болатын аурулары және пайдалануы. Бірінші, өзін немесе тұқымын қайнатып лайықты мөлшерде жесе, бас ауырғанды басады, көздің қарауытуын және арақ мастығын айықтырады, құмартуды басып, мүшелердің қалтылдағын басады. Екінші, ұйқысыздыққа. Орамжапырақты қайнатып, суынан жатар алдында мәлім мөлшерде ішсе, жақсы ұйықтатады. Немесе орамжапырақтың жапырағын сығып, сығындысын тамызса, ұйқыны келтіреді. Үшінші, тамақ баспасына. Тамақ қызарып, ісіп ауырғанға. Қайнатып суын немесе орамжапырақтан сығып алынған сығындымен жұтқыншаққа дейін шайса, пайда береді. Үнді ашады. Істелу мөлшері ахуалға қарай істеледі. Басты құрамы С, В1, В2 витаминдері және басқа заттар бар. Видео пайдалы болған болса, туыстарыңызға, достарыңызға таратып, олардың дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Видео танысу сипатына екенін және кез келген жағдайда дәрігермен кеңесуіңіз қажет екенін ескерген жөн. Келесі видеода жүздескенше аман сау болыңыздар.